Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сухарикетін дайындау жолымен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Сухарикет дайындау үшін нанның кез келген түрін пайдалансаңыз болады. Қара нан болсын, ақ нан болсын, бөлке нан болсын, өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен үйдегі түстеуге қатты болып қалған нандарды пайдаландым, ақ нанды пайдаландым. Осылай ірілеу етіп, бөлшектерге бөліп, сарғайғанша духовкада ұстай тұрамыз. Сіздер үстіне дәмдеу үшін кез келген түрінен қосып жасасаңыздар болады. Біздің үйдегілерге ешқандай қоспасы ұнағандықтан мен ешқандай дәмдеуіш қосқан жоқпын. Мінекей біздің сухарикет дайын. Осындай әдемі болып сарғаюы тиіс. Дәмі духовкаға салғаннан кейін кәдімгідей өзгеше болып шығады. Сол үшін сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.